Қазақстан ОПЕК+ құрамынан шықпайды. Еліміздің энергетика министрлігі осылай хабарлады. Айта кетейік, енді бір күннен кейін Біріккен Араб Әмірліктері осы ұйымнан бөлінетін мәлімдеді. Осылайша ұйым шеңберінде 50 жылға созылған әріптестік тоқтағалы тұр. Енді әмірлік мұнай өндірісін ешкімнің келісімінсіз көбейтіп өздігінен реттей алады. Осы ақпараттан кейін Brent маркалы мұнай бағасы арзандай бастады. Бұл Қазақстанның мұнай нарығына қалай әсер етеді? Осы сұрақтар бойынша белгілі экономист Мақсат Халықтың пікірін білейік. Мақсат мырза, кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш, Оксана, өте қуаныштымын. Сұраққа көшейік. Қазақстанның ОПЕК+ құрамынан шықпау туралы шешімі немен байланысты? Бұл жағдай әлемдік мұнай нарығына және соның ішінде Қазақстан нарығына қаншалықты әсер етуі мүмкін? Жақсы, бірінші кезекте Қазақстанның жалпы ОПЕК+ елдеріне өз ықтиярымен кіргендігін атап өткім келеді. Негізгі себеп бұл осы мұнай нарығындағы баға тұрақтылығына Қазақстанның мүдделі болуы. Өйткені бізде дәл осы салада егерде баға өте қатты құбылмалы болса, бұл Қазақстан экономикасына тікелей әсерін тигізеді. Сондықтан да жалпы бюджет түсімдерінің тұрақтылығын сақтау үшін, ұлттық қор аударымдарының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін негізінен бізге баға теңгерімді болған дұрыс және ол болжамды болғаны дұрыс. Сондықтан да осы ОПЕК+-тің негізгі мақсаты ол әлемдегі мұнай қорын, мұнай өндіру қорын ұсыну нарыққа, соны белгілі бір дәрежеде қадағалап отыру болып табылады. Қазақстан сондықтан да осы ОПЕК+ елдердің қатарынан біз әлі шықпайтындығымызды, солардың қатарында болатындығымызды нақты айтып отыр. Ал енді дәл осы жердегі Біріккен Араб Әмірліктерінің мүддесі ол таза өздерінің экономикалық тиімділікті көздеген мақсат мұраты деп атап өтуші. Нарығымызға қалай әсер етеді? Бұл жағдай қазіргі кезде үлкен бір резонанс туғыза бастады. Және де дәл осы Біріккен Араб Әмірліктерінен бөлек бұл үлкен үрдеріс жалғасып, өзге де осы ОПЕК-ке риза болмай жүрген іштей мемлекеттер ұйымнан шығамыз десе, онда ОПЕК+ елдерінің, жалпы ОПЕК елдерінің құндылығы мазмұны жойылады. Тиісінше бұл әлемге... Жалпы әмірліктердің бұл шешімі экономикалық қадам ба, әлде өзге ойыншыларға, қатысушыларға қандай да бір саяси белгі ме? Олардың шешімі неліктен дәл осы кезде қабылданды? Қалай ойлайсыз? Менің ойымша бұл ұзақ уақыт бойы күрделенген мәселе. Негізінен осы ОПЕК елдеріне ықпал жүргізуші ол Сауд Арабиясы мемлекеті. Сондықтан да осы Біріккен Араб Әмірліктері бұл Сауд Арабиясына қатты тәуелді болғысы келмейді, өз жеке ойыншы ретінде ойнағысы келеді. Себебі оның өндіріс мүмкіндіктері әлдеқайда жоғары. Ал ОПЕК+ елдерінен шығатын болса, бұл мемлекет енді өлшеусіз белгілі бір дәрежеде көп көлемде өнім өндіре бастайды. Ол өздерінің экономикалық қызығушылығынан шықты деп айтуға толық негіз бар. Түсінікті. Мақсат мырза, тікелей эфирде сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет.